Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің берекелі асханамда жаздың ыстық күнінде шөліңізді басатын лимонадты жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі апельсин, лимон, мята және де газированный су керек болады. Дайындалуы өте тез және де қарапайым, сондықтан іске кірісейік. Барлық ингредиенттерді, яғни апельсин мен лимонды, клубниканы ұсақтап турауыңыз керек. Клубниканың орнына клубниканың вареньесін немесе вишняның вареньесін қолдануыңызға да болады. Барынша ұсақтап турасаңыз өте әдемі көрінеді. Тек қана ескерте кететін апельсиннің жартысын, лимонның жартысын турайтын боламыз. Қалған жартысын не істейтінімізді қазір алдағы уақытта айтатын боламын. Осылай міне бірінші апельсинді турадық, содан соң лимонды, одан кейін клубниканы. Клубниканы жұмсақ қой, одан да апельсин мен лимоннан да ұсақтау қылып турауға тырысыңыз. Блендер болса, блендермен езіп алуыңызға болады клубниканы, шекер қосып кішкене. Бұл лимонад жай ғана шөліңізді қандырып қана қоймай, бұл көріп тұрғандарыңыздай өте пайдалы және де витаминге бай ішімдік, яғни напитки. Бұл тек қана үлкендерге емес, сонымен қатар балаларыңызға да қатты ұнайтынына сенімдімін. Міне осымен барлық заттарды турап алдық. Сонан соң мен сарыағашты пайдаландым. Негізі сарыағашты пайдаланған дұрыс, газированный судан. Сарыағаш құйдым, менде 1 литрге жақын. Салқындап тұрған сарыағашты үстіне құямыз. Және де ас қасықпен 1 ас қасық мед саламыз. Егер мед жоқ болса, орнына шекер салуыңызға да болады. Егер вареньяны пайдаланған болсаңыз, клубниканың орнына, онда шекерді салудың қажеті жоқ. Шекерді, медді салудың қажеті жоқ. Одан кейін үстіне манағы жарты апельсин мен жарты лимонның суын сығып құямыз. Және шамалы бір 7-8 жапырақ мятаның жапырағын қолымызбен қысып лимонадымызға саламыз. Және тағы да араластырамыз. Бір 15-20 минутқа қойамыз да, ішетін кезде көбірек мұз салыңыздар. Міне достар, осымен лимонадымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте көз тартарлықтай әдемі лимонад. Көрсең ішкің келеді ғой. Және де лимонадты дастарханға ұсынар алдында стаканыңызды клубникамен немесе апельсинмен, лимонмен әрлеуіңізге болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Әдемілеп ішкен жақсы ғой, кез келген асты. Асты әдемілеп ішудің өзі адамға бір көтеріңкі көңіл күй сыйлайды екен. Міне достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, менің каналымның дамуына үлес қосуды ұмытпаңыздар.